Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте дәмді әрі ерекше пирогтардың бірі сникерс пирогын дайындаймын. Пирогтың дайындалу жолы қатты қиын емес, оңай дайындалады, әрі өзі тез дайындалатын пирогтардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, сіз де міндетті түрде дайындап көріңіз. Керек заттардың барлығы құрамына кіретін видеоның астындағы описаниясына жазып кетем. Ал кеттік, ондай болса пирогты бірге дайындайық. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымызға какаомызды, қопсытқышымызды қосамыз және осылардың барлығын біріктіріп жақсылап араластырамыз. Асықпай жақсылап араластырып алыңыздар. Осыларды араластырып алғаннан кейін, қазір осының үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз да, қазір екеуін біріктіреміз. Ұнымыз бен сары майымызды біріктіріп, в крошку дейді ғой, құрғақ сонда шашыраңқы қамыр пайда болады. Міне осындай құрғақ шашыраңқы бізде қамырымыз пайда болды. Келесі қаймағымызға жұмыртқамызды қосамыз. Қантымызды қосамыз және осылардың барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап тұрып, барлығын біркелкі болғанша араластырып алдық. Арасында ешқандай түйіршіктер қалып қоймасын, асықпай араластырып алыңыздар міндетті түрде. Енді осы сұйықтығымызды жаңағы құрғақ шашыраңқы қамырымызға қосамыз. Қосып, екеуін біріктіріп, қазір қамыр жинайтын боламыз. Басында мен осылай қасықтың көмегімен араластырып алам. Содан кейін қолыммен қамыр жинайтын боламын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді барлығын біріктіріп, қамыр жинаймыз. Артық ұн қоспаңыздар. Міне қамырымыз бірігіп қалды. Осындай қамыр пайда болады. Өте сондай нәзік қамыр пайда болды. Енді осы қамырымызды 30 минутқа бетін жауып, не болмаса салафановый пакетке салып, холодильникқа демалуға салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Вареный сгущенкамыздың үстіне ұсақталған арахисімізді қосып, екеуін біріктіріп араластырамыз. Мен миксермен араластырдым. Екеуін жақсылап бірігу үшін миксерді басында жайынан бастаңыздар. Әйтпесе арахистарын жан жаққа шашырап ұшып кетпесін. Міне екеуін біріктіріп аламыз жақсылап. Тез бірігеді. Вареный сгущенканың жақсы қоюын алыңыздар. Сұйығы пирогтың арасына салма жасасаңыздар, сұйығы ағып кетеді. Қоюы өте дәмді болып, арасында прям ұсталып тұратындай қоп қою болып. Келесі формамызға қамырымызды жаямыз. Мендегі форманың диаметрі 26, сіздерде 28-24 болса да бола береді. Қамырымызды екі бөлікке бөліп алдық. Бір бөлігін формамыздың астына осылай төсеп шығамыз, яғни жайып шығамыз. Келесі бөлігін бетіне қазір әдемілік үшін узорлар салуға керек болады. Міне. Бір келкі етіп жайып шықтық. Жан жағындағы бортиктарына неғұрлым жұқа қылдырып жіберіңіздер, сонда пирогтарыңыз тәтті болады. Келесі екінші бөлігі қамырын жайып аламыз. Жұқа етіп жайып аламыз. Міне. Жайып алдық, қамырымыз дайын. Қазір осыны мынандай роликтің көмегімен осындай жолақшалар кесіп шығамыз. Бұл біздің қазір пирогымыздың бетіне салуға керек. Енді жаңағы дайындап қойған формамызға салмамызды саламыз. Салмамызды салып, барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығамыз салмамызды. Міне. Қандай қою көрдіңіздер ма мендегі вареный сгущенка? Стопудовтың вареный сгущенкасын қолданам, өте тәтті, өзіме ұнайды.
Енді осының бетіне жаңағы кесіп қойған жолақшаларымызды қойып шығамыз. Сіздер басқаша қылдырып та бетін әдемілесеңіздер болады. Маған осындай түрі оңай. Осы түрін қолданам. Осылай шеттеріне де қойып шығамыз. Міне қойып шықтық барлығын. Келесі осының бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, барлық жеріне алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 30 минут пісіріп аламыз. Менің пешімде 30 минут пісті. Сіздердің пештеріңіздің режимін өздеріңіз қоясыздар. Міне біздің сникерс пирогымыз пісіп шықты. Мен бетін осылай сахарный пудра сеуіп әрледім. Дәмі өте керемет болып шығады. Енді оны өздеріңіз жасап, дәмін татып көрулеріңіз керек. Видеоның соңында комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Және менің каналыма жазылып қойыңыз. Ас болсын!